Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Дидико. Бүгін біз сіздермен бірге достар жаңадан сериал бастайтын боламыз. Сериалымыздың аты «Әнші қыз». Бұл серия өте қызықты болады. Сіздерге қызық болады деген ойдамын. Сіздерге енді кейіпкерлерін таныстырып өтейін. Бұл бізде мамасы. То есть әнші қыздың мамасы. Бұл әнші қыздың сіңлісі. Аты Айзере. Бұл әнші қыз Диана. Басты кейіпкеріміз. Ал бұл папасы. То есть папасы жалмайды. Бұл бауыры. Ең кішкентай бауыры. Ал олай болса біз сериалымызды бастайық, кеттік. Достар, сіздер көріп тұрғандай, бұл кісілер өте кедей тұрады. Ал олай болса, біз сериалымызды бастаймыз. Ой, таң атыпты ғой, тұрайын. Мәссаған. Жүр балам, тұрайық. Келсен отыра ғой. Кел, бетіңді жуайық, балам. Жүр. Қандай тамақ қалды екен? Тамақ аз қалыпты ғой, қайтсек екен. Жұмысқа да шығу керек еді, бірақ үйдің тірліктеріне кім қарайды? Так, жарайды, нанды турайын. Тура болдым, енді жұмыртқа қорайын, я. Так. Енді қорайын. Так. Ой, жұмыртқа да бітті мәссаған. Жай чай қоя салайын. Жай тұрысып келейін бәрін. Тұрыңдар, таң астайын. Ой, ома, анашым, қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым, тұра ғой. Тұра ғой, қызым. Ой, мәссаған, таң астайын деп қойдыңыз ба не? Я, таң астайын деп қойдым. Тез беті қолдан жуып келе қойыңдар. Ішті болар, таңғы беті қолдарын жуып алды. Мәссаған, таңғасыңыз керемет қой, анашым. Рахмет, қызым. Мәссаған, ертең қазір түскі асқа не жейміз? Ертең не жейміз? Тамақ таусылды, продукта бітті. Мәссаған, не істесек екен? Я, мен жұмысқа шықсам, үйдің тірлігіне кім қарайды? Мәссаған, не істейміз? Білмеймін, енді ойлану керек. Мен шығайын жұмысқа, анашым. Үлкен болдым ғой мен. Қызым, сен әлі күте емессің ба жұмысқа шығуға? Жоқ, мен жұмысқа шығалам деп ойлаймын. Қызым, анаң дұрыс айтар, сен әлі кішкентай емессің ба? Жоқ, енді осылай тұра берсек, бізге тағамдарды кім береді? Иә, бірақ шықсаң шыға ғой. Бірінші күні көр, егер шыдай алмай жатсаң, өзім шығайын. Жарайды, анашым, онда мен қазір тезде жұмысқа шығайын, е? Иә, сөйте ғой. Жайды, онда тез таңғасымызды ішіп алайық. Жақсы. Ал тез таңғастарын ішіп алыңдар. Ішті болар, таңғастарын ішіп болды. Жарайды, онда анашым, жұмысқа шыға берейін, я? Жақсы, онда қызым бара бере ғой.
Жарайды, мен үйдің тірліктерін істейін. Қызым, сен осы жерде жинай саласың ғой, иә? Заттар жуып. Анашым, сөйтейін. Так. Даже мына төсектерді жинап тастайын, осы жерлерді. Саған осыны киін, иә, анашым? Иә, сөйт, соны киіп ал. Әлде мынаны киейін ба? Жоқ, осыны кие бер. Бұрын сен ән айтып ақша табатын едің ғой, тиын жинап дегендей. Иә, егер қазір жұмыс табылмай жатса, солай істейтін шығармын. Онда сөйте ғой. Жарайды, ыдысымды алып алайын. Жарайды, онда анашым, мен кеттім. Ал, сәттілік, балам, бара ғой. Сәттілік, әпке. Сәттілік, қызым. Рахмет, бәріңізге. Жарайды, мен кетейін. Осы асхана күтіп көрейінші. Бәлкім жұмыс болып қалар. Сәлеметсіз бе? Я не аласыз? Жоқ, мен ештен қалмайым, тек сіздерге жұмыс керек емес па деп келген едім. Жоқ, жаңа ғана біз жұмыс алып қойдық мұнда. Ой, маған қатты жұмыс керек еді. Ой, қиын болды. Мен жаңа ғана жұмыс алып қойып едім. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Туф. Жарайды, мына жердегі магазиндерге барып көрейін. Бәлкім сол жерлерден жұмыс алып қалар. Бәлкім осы жерінде алып қалар жұмыс. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз. Сіздерге жұмысшы керек емес па? Жоқ, бізге жұмыс керек емес. Ой, жақсы. Сау болыңыз. Егер жұмыс шығып жатса, айтайын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Осы жерден жұмыс алып қалар, сұрап көрейінші. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз. Не аласыз? Жоқ, мен ештен қалмаймын. Сіздер жұмыс бар ма деп сұрайын деп келіп едім. Сіз бәрін істей аласыз ба? Иә, мен бүткілін істей аламын. Онда бізге мына жерлерде отырып ән айтатын кісі керек еді. Мәссаған, мен әнді өте керемет айта аламын. Жарайды, сіз айтып көріңіз, бізге ұнап жатса, біз сізді жұмысқа алайық. Рахмет, сізге көп. Жақсы, айтып көріңіз. Вау, не деген керемет дауыс. Иә. Мына дауысты инстаға салып керек қой. Иә, инстаға салайық. Жақсы, қазір мен телефоныммен түсіріп алайын. Ой, мен телефонымға кеттім. Планшетіме түсіріп берейін. Иә, түсіріп бер. Достар, мына қыздың дауысы өте прям керемет. Осы кафеге келіңіздер, прям осы қыздың дауысын естіп көріңіздер. Мәссаған, дауысы керемет қой, иә. Керемет, иә. Ұнады ма сіздерге? Вау, прям керемет қой. Мен саған тез инстаға жүктеп салайын. Иә, жүктеп сал тез. Прям керемет айтады екенсің ғой. Жұмысқа қабылдандың, бүгіннен бастап істей берсең болады. Рахмет, сізге көп. Мен қатты қуаныштымын, рахмет. Күн сайын еңбекақыңды беріп тұрамыз. Жақсы, рахмет көп. Әніңді айта берсең болады. Рахмет көп.